Саламатсыздар құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Алтын Орда, Алтын Орда алдыңғы Бозарық, біздің клиника Абдувалиев. Сол клиникадан қазір сөйлеп тұрмыз. Это профессор Абдувалиев. Бүгінгі темамыз біздің күнде қолданылатын, енді күнде овощи, фрукты қолданамыз ғой, енді овощтар. Сол туралы әңгіме жүргіземіз біз. Енді бұл жерде біздің ескі ата-бабаларымыз жеп жатқан тағамның бәрін как лекарство есебінде қабылдағанда, как лекарство. Әрбір тамақ это лекарство считается. На самом деле и так. Жеп жатқан әрбір тамақ это лекарство. Бұның егер адам көңіліне бөлсе, бұның өте несі көп. Адамға қажеттілігі өте үлкен. Бұның зияны да бар, пайдасы бар. Қазір біз 4 жемістікте туралы айтамыз. Капуста, білесіздер мынау. Картошка өздеріңіз істеп жүргеніңіз. Сәбіз, мынау өзіміздің пияз. Осы 4-еуі туралы емесінде не деп айтқан? Қайтып жеу керек бұларды, қалай использовать қылу керек бұларды, қандай пайдасы бар, қандай зияны бар. Сол туралы әңгіме жүргіземіз. Бірінші әңгімені біз картошкадан бастайық. Картошканы бізде қазір халқымыз өте көп қолданылады. Картошка жемейтін семья жоқ. И жастардың ең любимейсі картошка. Картошка фри дейді ғой, картошканы қуырып әкеледі майға. Это самый вредный пища для детей. Самый опасный. Там прямо не көп, гликоген көп. Оны жеп алғаннан кейін қанды полный айнып жібереді. Енді картошканың өзін алатын болсақ, картошка, оказывается, ядовитый жеміс екен да бұл. Захар бар екен. Сапонин деген захар бар бұның ішінде. Баяғыда біздің сестренкамыз Ташкентте картошка еккен. Сол кезде картошка арзан болып өткенде, сөйтіп картошкасын бәрін базарға апарамай, картошкасын 4 сиыры бар екен, картошкамен баққан ғой. Бір аптада 4 сиыры ішіге бөліп қойған. Картошканың захарынан, сапониннен. Қазір енді мынаны біз картошканы пісіріп, қайнатып жегеннен кейін, бұның несі кетіп қалады? Бұның захары кетіп қалады. Соны үшін картошканы көп тек қана пісіріп жеу керек. Қам күнде жесе, оны как ядовитый вещество считается картошка. Өзі картошканы алдын Европаға келгенде оның гүлі үшін келген екен, гүлі. Картошка кейін адамдар оны жей бастаған. Қазір картошка самый модный считается. Без картошка ешқандай семья жоқ қазір, без картошканы істейтін. Енді картошканың мижазына келейік. Картошканың мижазы холодный. Холодный мижаз деген, егер қолыңыз ожог болса, ожогқа қойсаңыз, ожогтың өте ыстығын жақсылады. Потому что он холодный. Картошкадан геморройға өте үлкен дәрі қойса болады. Геморройға прямо картошканы сығып, свежий күндегі несін қойса геморройға, өте геморройды жақсы сорады. Енді картошканың соғы аз мөлшерде адамның изжогасын тоқтатады. Изжогасын қайтарады. Енді бірақ вредный жағы мөлшерден артық қабылданса, крахмал көп, адамды тез семіртіреді. Көп жировой гепатозға алып келетін ең бірінші факторлардың осы. Бауырды жировой гепатозға келеді картошка. Әсіресе жас балдарға өте зияны үлкен картошканың. Сосын картошканы кемірақ істету керек болады. Ендігі капуста. Капуста тоже көп қолданылады. Капустаның қазақша аты орама жапырақ дейді анау. Хажыбай деген қазақша аты. Не дейді капустаның орама жапырақ. Капустаның переводы жоқ дейді бұл. Орама жапырақ дейді, бұл перевод дейді. Капустаның қандай пайдасы бар бізге? Капустаның пайда мижазы. Мижазы өте суық. Сол үшін капустаны егер аяғыңыз ауырып қалса, ұрып алған жерлеріңіз болса, капустаны жылы суға батырып, сол жерге кешқұрым байлап қойсаңыз, ол воспаление өте күшті алады капуста. Сондай қасиеті бар капустаның. Енді капустаны біз любой тамаққа істетеміз. Капустаның мижазы суық. Борщ қыламыз, капустаға орап түрлі тамақтар істейміз. Капустаның өте несі зияны жоқ. Жировой гепатозды күшті кетіреді капуста. Енді капустаның ең бір қасиетті жері квашеный капуста деген бар. Без соли. Прямо квашеный капуста қылар екен ғой. Сол өте неге пайдалы? Адамның бауырына пайдалы. Кімде жировой гепатоз болатын болса, квашеный капустаны істеп, квашеный капустаны өзін жеп, еще оның соғын ішетін болса, жировой гепатозға өте пайдасы көп капустаның. Соның үшін тағамдық ретінде капуста өте пайдалы, зияны жоқ, безограниченно можно его кушать, жировой гепатозды кетіреді, қанды сұйылдырады, өте пайдасы көп. Мижазы суық деп айттым мен. Ендігі айтатын нәрсеміз бұл моркоп, сәбіз.
Сәбізді біздің халқымызда көп қолданылады. Сәбізді любой тамаққа салып пісіреді. Сәбіздің мижазы ыстық. Екінші дәрежелі ыстық. Сәбіз пісірілсе, сәбізді қуырылса, сәбіз потенцияны көтерер екен у мужчин. Сәбіз. Енді сәбіздің ең бір пайдалы жері адамға очень питательный. Тамаққа. Если баға неге печенге пайдасы көп екен. Одан кейін ең пайдалысы сәбіздің суығы. Егер сәбіздің суығын сіз сығып, шығарып, свежий, күнде кешке 100 грамм, 200 грамм миллилитр ішіп отырсаңыз, жировой гепатозға өте пайдасы көп. Қанды қатты сұйы тұрады, так ешқандай вредность жоқ сәбізде. Соның үшін без сәбізсіз біз тамақ істемейміз, сәбізді без ограничения можно кушать. Ну, конечно, бұнда мөлшері бар ғой, а так очень полезный. Мижазы екінші дәрежелі ыстық. Ыстық болған үшін сәбіз қуатты көтереді. Так, потенцияны көтереді. Так, и қанды сұйдыратын нелер бар екен, қасиеттер бар екен сәбіздің. Так, одан кейін біздің пияз. Пиязды біз бәріміз істетеміз. Пияздың қасиеті тоже ыстық. Мижаз болар екен пияз. Так, енді пияздың істететін жері қай? Біз тамақтың бәріне пияз істетеміз. Пияз аппетит ашады, раздражает желудочно-кишечный тракт. Шашлик жегенде, қуырылған еттерді жегенде обязательно пияз турап жейміз. Пияз өте питательный болады екен. Тамаққа қоссаңыз, сорпаға, әсіресе қайнатпа сорпаға пияз салсаңыз, пияз очень очищает печень. Бауырды тазалайтын өте қасиеті бар екен. Одан кейін пиязды және қолданылатын шаш төгілген жерге пиязды күнде сүріп отырсаңыз, шашты қырып, пияздың так шашты шығару несі бар екен, қасиеттері бар екен. Ең бір жері бұл бауырды өте қатты тазалайды. Мижазы екінші дәрежелі ыстық. Тоже потенцияны көтереді. Соның үшін пиязды өте қабылдаған күшті. Бүгін біз қазір 4 біздің көп қолданылатын продукт туралы айтып өттік. Бұлардың ішіндегі более-менее опасный картошка болды. Қалғандарының бәрінің өте пайдасы көп. Так, енді бұлардың бәрін мижаздарын біз айтып өттік. Қайтып қолданып, медицинада қандай қолданылуын барын айтып өттік. Енді біз медицинадағы bütün овощи, фрукты, шөп дәрілер бұдан былай күнде біздің немізде лекциямызды айтып бара береміз жайлап. Ол медицинада қалай қолданған оларды, неде қолданған оларды. Сол туралы әңгіме жүріп бара береді. Так, соның үшін ауырмаңыздар. Мына продуктыларды істеткенде қараңыздар. Не үшін істетіп бастар, қалай істетіп бастар. Өте, егер бұны тоже умело істетсеңіздер, өте пайдасы көп. Әсіресе сәбіздің суығы кешқұрын ішетін болсаңыздар, бөжетей, свежий, 100 грамм, 100 миллилитр, 200 миллилитр өте бауырға пайдасы көп. Так, соның үшін ауырмаңыздар. Сіздерге денсаулық тілейміз. Рахмет.